Менет қатынасқыларын құқи тәртіпке салуда дүния тәжірибесін үйрену һәм жұмысшылардың құқыларын қорғау бағдарындағы жұмыслардың барысын додалау тарау қанегелерінің басты вазипаларының бірі. Сондықтан да теория менен әмелияты додалау машқалаларды сапластыру имканиятын береді. Осы мақсатта Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінде менет қатынасқыларын құқи тәртіпке салуға байланысты тарау низамшылығы анализі, теория һәм әмелият атамасындағы республикалық ilmiy-әмели конференция өткерілді. Мемлекетімізде соңғы жыллары менет қатынасқыларында низам үстінлігін тәмелеу бойынша көплеген ілажылар әмелге асырылып жатыр. Өзбекстан Республикасы менет кодексінің талапларына муапық жеке тәртіптегі менет қатынасқыларының субъектілері болған хаял қызлар һәм шаңырақлық вазипаларды орындау менен бәнд болған бұқаралар, 18 жасқа шекемгі қызметкерлер және майыплығы болған шақсылар социалық жақтан күші қорғауға мұқтаж шақсылар категориясына кіреді. Мағлұматларға қарағанда, бір ғана 2024 жылы менетке хақы төлеу бойынша 984 бұқара судқа мұражат еткен болса, 2025 жылдың 9 айы дауымында 212 мұражат келіп түскен. Демек, бұнан аңлау мүмкін, менет қатынасқылары бойынша бұқаралардың білімі әдеуір артып, олардың құқылары тәмеленбекте. Конференцияда сырт елдерден де меймандар қатынасып өзлерінің баянатыларын жасады. Һәм бұл бағдарда сырт ел тәжірибесі үйренілді. İki üniversite arasında Balıkesir Üniversitesi ve Біз Түркиядағы Балкешир университеті һәм Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті менен біргелікте меморандум түзгенбіз. Осы мақсатта біз бұл даргайға келіп, менет қатынасқылары менен байланысты конференцияға қатынасып батырмыз. Екі университет арасындағы академиялық байланыстарды бұнан былай да рауажландыру. Соның ішінде екі ел тәжірибесін салыстырмалы түрде үйрену басты мақсатымыз. Әлбетте, менет қатынасқылары бұл жүдә актуал мәселе. Түркияда да бұл бағдарда бұқаралардың низамны маплері һәр тәреплеме қорғалған. Бұл конференция тараудағы өзгеріслерді үйренуде үлкен ахметке ие. hukuk fakültesi personelleri Сондай-ақ көпшілікті қызықтыратығын мәселелердің бірі бұл менетке хақы төлеу менен байланысты болып, бұл бағдарда менет кодексінде қандай талаплар енгізілген? 2023 жыл 1 майдан әмелге кірген әзіргі менет кодексі бойынша жаңа бір норма енгізілді. Бұл норма бойынша, мәселен, менет кодексінің 333 статьясында көрсетілген, егер жұмыс беруші менет ақысыны төлеуді, белгіленген мүддетлерді төлеуді кешіктірсе, әрбір кешіктірген күн үшін Өзбекстан Республикасы Орайлық банктың қайта есептеу процентінде, мәселен, қазір 14% болса, қайта есептеу коэффициенті 14% болатын болса, соның 10% мударында, яғни әрбір кешіктірген күн үшін қызметкерге 1,4% компенсация деп айтамыз, соны төлеп беру мәселесі қойылған. Қазір әмелиятта болып тұрды, мәселен, қызметкер орташа айлық сақысы 10 миллион сом атырапында айлық алатын болса, әрбір кешіктірген күн үшін, мәселен, ноябрь айының сақысыны декабрьдің 5 числосына ешкім берілу тиіс болса, 5 декабрьден кейінгі күні әрбір кешіктірген күн үшін 1,4% мударында 10 миллион сом айлық сақының 1,4% 140 мың сом болса, әрбір кешіктірген күн үшін 140 мың сом компенсация төлеп беріледі. Бұқаралық істер бойынша сотларға сол тигарғы айлық сақысыны, ондан кейін менет кодексінің 333 статьясы менен сол әрбір кешіктірген күн үшін компенсация пұлдарын өндіру мәселесі көріліп жатыр. Әлбетте, елімізде әрбір бұқараның құқылары бас низамымыз болған конституция менен қорғалатығын болса, менет қатынасқыларын тәртіпке салудың құқы негізлері белгілеп қойылған. Конференцияда бұл бағдарда дүния һәм мемлекетіміздегі тәжірибелер салыстырмалы түрде анализ етілді.